Әскерге шақыртылған жас сарбаздар үшін отбасымен бейне қоңырау жобасы жалғасуда. Осылайша олар жақындарымен, туған туыстармен кері байланыс орнатып, әскердегі өмірін көрсете алады. Бейне байланыс үшін қажет барлық құрал жабдықтар арнайы бөлінген ноутбук әр әскери бөлімде бар. Өткен жылдың көктемінде әскерге шақырылған 5-ші механикаландырылған бригаданың артиллериялық дивизионының мерзімдік қызметінің бірнеше сарбазы Таразға әр өңірден, Қызылорда облысынан, Байқоңыр ғарыш қалашығынан келген. Барлық сарбаздар бір-бірін жақсы танып, тіпті әріптестерінің ата-аналарымен де танысып үлгерген. Сондықтан қазір олар бейне байланысқа топтасып шығады. Ата-аналар өз баласын және басқа сарбаздармен байланысқа шығып жүздескендеріне қатты қуанышты. Мен бүгін отбасымен бейне қоңырауға қатысып, үйдегі әке-шешеммен, тәтелермен, әжелермен сөйлестім. Мама мені көргеме өте қуанып, қуаныштан көз жасы аға не істеп жатыр енді. Өте қуанып, күнделікті сұрайды, мысалы, не жейсің, қалай жатсың, бәрін сұрап жатыр. Мен бәрі жақсы деп жатырмын енді. Осы бағдарламаға мен алғысымды айтамын, рахмет. Үйшімен видеозонаға бейне қоңырау арқылы сөйлесіп, бір түрлерін көріп қалдық ма. Қарулы күштердің барлық әскери бөлімдерінде сарбаздар туыстармен апта сайын демалыс күндері телефон арқылы байланысқа шығады. Бұл ереже тұрақты түрде енгізілген. Сенбі, жексенбі күндерге дейін сарбаздардың ұялы телефондары арнайы сейфта сақталады. Гаджеттер мен смартфондарды күнделікті қолдана алмауы сарбаздардың өмір сапасына қатты әсер етіп жатқан жоқ. Бұлай сөйлеспей біраз болып қалды енді. Бүгін сөйлесіп қуанышты болып отырмын. Ең жақсы шұғыл қызметке лайықты қызмет ету, сапалы әскери дайындықтан өтіп, әскери мамандық пен әскери билет алғаннан кейін мерзімдік қызметтегі сарбаздарға өмірдің жаңа кезеңі басталады. Сол кезде оларда смартфондар да, бейне қоңыраулар да болады. Ал қазір балалар өздерінің туыстарын және өздерін қуанту үшін кезекті бейне байланыс сеанстарын асыға күтуде. Айолым Шасилова, Дина Мухаринова, Владимир Мартиненко, 7-7 News.